Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Bismillah. La yastawi ashabun nari ve ashabul cenneh. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet egileri men tozak egileri teң емес. Teң болмайды екеуі. Cennet egileri bular жетістікке қол жеткізгендер дейді. Қараңыз, жігіттер. Мысал үшін, біз мынау дүниеде бір адамға қарап, істеген амалына қарап, бір намаз оқитын шығар басқа, сен жәннатқа кіресің деп айта алмаймыз. Бірақ сені осы амал жәннатқа алып барады. Осы жәннатқа апаратын жақсы амал деп айта аламыз. А енді бір адамдар арақшы, жаман жолда жүрген болуы мүмкін. Біз ол адамға сен тозаққа түсесің деп айта алмаймыз. Бірақ мынау жол жақсылыққа алып бармайды. Мынау дүниенің өзінде белгілі дейді адамдар. Қараңызшы, бір адамдар болады дейді. Мынау жол жәннаттың жолы деген кезде олар сол жаққа қарай әрекет жасай бастайды. Ал бір адамдар болады. Мынау тозақтың жолы, мынау жәннаттың жолы деп көрсетіп тұрасың. Ол мына тозақтың жолына қарай. Ол адам тозақтық деп атқан жоқпыз, бірақ мынау жол тозаққа апаратын жолда. Осы жолға түсіп алады да, жолдан бір қақпа тауып, кейін жәннатқа кіріп кеткісі келеді. Арақ ішіп жүріп, жәннатқа кіріп кеткісі келеді. Соны айтады, жоқ, жәннаттық адамдар, олар естіді ме жәннат жайлы болды, соған қарай әрекет жасауға тырысады дейді. Мысалы қарасаңыз, аятта айтып жатыр ғой. Артындағы аятта. Ләу анзална хазал Qur'ана аля жабалин ларайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилла. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Егерде біз Құранды тауларға түсіргенде еді, таудың тасы өте қатты болады. Қараңыз, мысалды қалай келтіреді Алла Тағала. Егерде біз Құранды тауларға түсіргенімізде еді, таулар Алла Тағалаға деген махаббатынан, Алланың үкімінен, Алладан деген қорқынышынан парша-парша болып, күл-талқан болып кетіреді дейді. Сенің жүрегің ет қой, жұмсақ, еттен жаралған ғой. Біз адамдарға осылай мысал келтіреміз ойлансын деп дейді. Сенің жүрегің тастың қасында бір жұмсақ ет еді ғой. Неге сенің жүрегің шынымен жәннатты қалайтын жүрек болса, неге Құранды естіген кезде жүрегің елжіремейді? Неге сен Құранның үкімдерін тыңдаған кезінде жүрегіңде қорқыныш пайда болмайды? Неге сен Құраннан жәннат жайлы естіген кезінде жүрегіңде бір қуаныш пайда болмайды? Таулар өзі езілер еді ғой деп жатыр ғой. Біз тек жәннатта армандап жүрген адамдармыз.